Бүгінгі біздің тақырыбымыз жар таңдай білеміз бе? Осы тақырыпқа байланысты біздің алғашқы қонағымыз да студияға келіп жайғасты. Олай болса, таныс болыңыздар. Белгілі тележүргізуші, актер Нұржан Аташ. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қос телехикаямда актер мамандығын мінекей қос алып жүрген Нұржан Аташ, қош келдің. Қалың қалай? Біз жалпы Нұржанмен әріптес болсам да, аяна сен енді бұрын танисың. Мен Нұржанды жалпы қазір ғана танысып көруім. Бірден «Сумерки» фильмі есіме келіп отыр. Жалпы өте жақсы фактурный жігіт екен. Жауырыны қақпақтай, иығы тоқпақтай деп Нұржанның көңілін бір көтеріп қояйық, иә? Брауна болайын мұнда. Нұржан, қалың қалай? Жақсы, рахмет. Көп рахмет. Үйленген жоқсың ба? Құлтиметр. Неге? Айтпақшы, Нұржан, осындай тақырыпта үнемі жүресің. Айтпақшы, бір күні психолог болып келетін сияқты осы тақырыпта. Бір-екі апта бұрын Нұржан бізде студияда қонақта болған радиода. Сол сұрақ тағы да алдыңнан шықты, енді неге үйленбей жүрсің деген сұрақ. Бұйрық шығар ең бірінші аян. Жасың нешеде сен? 28-ден. 28-де. Әуелі бұйрық қой, бірақ амал жасау керек. Енді елдің шашпауын көтеріп жүрсің, бәріне құда бала болып, жігіт жолдас болып, 8 рет болдың дедің ба? 8 рет болдың. Көбіне біздің актерлер, мысалға әртіс адамдары, өнер адамдары түсірілім алаңында өздерінің махаббаттарын тауып жатады. Сен енді бір емес екі телехикаяға түстің, мүмкін жанында өзімен бірге түскен актриса қыздарға көз қырында салып, мен осы қызбен жарасып кетермін ба деген бір ойларым болған жоқ па? Үлгермей қалып жатырмын. Неге сен үлгермей жүресің бүкіл жерге? Айға қарап жүрген кезде сенің... Жоқ, Аяуларман деген телехикаяда менің қызым болып, яғни ғашығым болып ойнаған Раушан Ермағанбетова деген қыз бар, қазір тұрмыста. Сондай сияқты. Одан кейін... Сеннен кейін елеңдеп. Иә, одан кейін Айман Шолпан деген телехикаяда Кәусар деген бір ғашық болатын қызым бар тұғын. Ол сол телехикая түспес бұрын тұрмысқа шығып қойған, сондай қойын, не істейсің? Нұржан, екеуміз телехикая түсейікші. Тұрмысқа шығып кетермін мүлкін. Жалпы екеуінен өте қызық жұп шығар еді деп ойлаймын аяны. Жалпы, Нұржан, бүгінгі тақырып жар таңдай білеміз бе, аламыз ба деген өте қызықты тақырыпты талқылап отырмыз. Өзің жалпы қалай ойлайсың осы? Жарды қандай қасиеттеріне қарап таңдау керек? Неге қарап көз қырынды салу керек? Енді ол жағынан мысалға әркім талғам әртүрлі ғой. Талғамда талас жоқ дейсің. Талғамда талас жоқ. Бірақ дегенменде барлығымыз айналып берген кезде сүйенетін бір қағидалар бар, ал менің сүйенетін қағидаларым бірі сол пайғамбарымыздың бері қарай жақсы бір өт етіп айтып кеткен ғой барлығын. Қызды жарғып таңдар алдында үш нәрсесіне қара дейді, оның иманына қара, екінші оның тегіне қара дейді, шыққан тегі, үшінші дүние мүлкіне қара дейді. Егер үшеуі таразыға түсетін болса, иманы басымырақ болсын дегенде. Сондықтан да осы талаптар бар. Одан кейінгі ұштасып келетін қазіргі заманға сай айтатын болсақ, оның қаншалықты шынайылығы, бірақ әттең дейтін қазір жаңада мен күліп айтып жатырмын, кіреберісте қаншама сіздерде біздің ұжымдас таныс қыздар жұмыс жасайды деген смартфонды шықылап тұрған кезде смартфонмен сыйласқан, айфонды аялаған заман деп жатыр ғой. Сондықтан да кейде сол жағынан жаңа технологиялар жүрегімізді қатайтып тастайтын сияқты. Осы сияқты көптеген факторлар бар, шын айтқан кезде. Сол факторлар саған да кедергі, иә? Кедергі. Енді фанаттарыңмен қыздар, бикештер көбінесе жазатын шығар, енді жеке парақшаға шығып деген сияқты танысасың ба? Инстаграм парақшасын? Мүлде? Жоқ. Жалпы Инстаграмда кіріп қарайсың, иә, қандай? Қараймын, иә, жауап беремін, барлығына жауап беремін. Түріне қарап жауап бересің ба? Жоқ, сөзіне қарап жауап беремін. Осы ретте маған қызық болып тұр, бойдағы жігіттер осы Инстаграмда қыздардың парақшасына кіргенде не нәрсеге көңіл бөледі? Ең бірінші био дейміз ғой, биода жазылып тұрған нәрсесін оқимын мен бірінші. Ақпаратқа? Иә, сене бересің соған, иә? Сенгеннен бұрын сөзге қарап бағымда болады. Қазақ өз сәлемінен қарап білген ғой. Қазір Инстаграмдағы сөзіне қарап байқаймыз. Бірақ оны копировать ставить деуі де мүмкін. Соған қараймын бірінші. Одан кейін барып посттарын оқимын. Не жазған екен жалпы. Ой өрсін. Ең болмаса копировать ставить дегенде де кішкене өзінің ойына ұқсас нәрселер жазады ғой енді. Сол нәрсесін қараймын. Одан кейін барып суретінің сапасына қараймын. Сосын өмірінің сапасын тарамдап көреміз. Түп шіркін. Нағыз профи келіп отыр ғой. Ондай қыздар жоқ ау деймін мен бойдақ жүргенге қарағанда. Шамасы. Міне қыздар, көрдіңіздер ме, профильді дұрыстаңыздар, және де фотоның сапасы жақсы болсын. Нұржан Аташ қыз іздеуде, иә, қазір? Инстаграмда. Копирайтермен айналысатын болсаңыздар, әдемілеп копировать, вставить деген нәрселер. Бізде солай айтады ғой, копировать, вставить, потом Нұржан, мен басың бос па, сүйіктің бар ма? Сүйіктім жоқ, басым бос. Жүрегімде бос. Жүрегімде бос. Миың көп екен әйтеуір бас. Жасың да бар. Миым
көбейту үстіндемін. Мақтағаным ғой. Жақсы, Нұржан, бұдан бізге шығармашылығында қандай жаңалықтар болып жатыр? Не істеп жатырсыз? Шығармашылықта қазір актерлыққа қарағанда көбінесе тележүргізушілік басымырақ болып тұр. Бірақ кез келген жерде айтатын, не жақын деңіз болмаған, актерлық жақын. Бірақ дегенмен де бұйырғаннан қашпаймыз. Екі бағдарламаны тізгіндеп жатыр қазір. Енді қаламыздағы белгілі бар арналардың бірінде. Тақырыпқа ауыссақ, жалпы сенің жарың қандай болған қалайсың? Асыл жарың, болашақ, балаларының анасы. Қазір мінездерді тізгіндейтін болсақ, әдеттегідей сол баяғы инабатты ибалы. Инабатты ибалдан да енді оның астарында оңайда инабатты ибал деп айта салу өйткені ана бақытты бол деген бір ауыз сөздің астында көп нәрсе бар ғой, дәл сол сияқты нәрсе бар. Негізі инабатты ибал деген астында үлкен нәрсе бар да. Егер тізбектейтін болсақ, шынымен де өте көп нәрсе. Ең біріншісіне мен өзі барлығымыз сондай шығамыз, жатқанда да тұрғанда да дұғамен жатып, дұғамен тұрамыз. Сонда мен тілейтін бірақ нәрсе тілеймін. Анау жанымның жалауы болатын, әрқашанда менің қаяу болған көңілімді құлпыртып тұратын, қандай істе болсын, өмірде болсын, өнерде болсын, ерекше мені шабыттандырып тұратын болса деп. Муза. Муза болса деп тілеймін. Одан кейін жанардан сөзсіз көзден түсінетін адам бар ғой. Ол үлкен дүние ғой, достардың ортасында болуы мүмкін, немесе құрбылардың ортасында болуы мүмкін. Бірақ жарлардың да ортасында үлкен кездесетін дүниелердің бірі сондай нәрселер. Ымға түсінетін. Ымға түсінбеген дымға да түсінбейді дейді да. Сондықтан да. Нұржан, сен 7 рет жігіт жолдас болыпсың. 8 рет. 8 рет па? Сол Қыз Гиннес рекордтар кітабынан қыз жолдастарды әлде енді не істеп жүрген шығар, кім Қанат Әлжапаров айтпақшы. Қыз жолдастарды қимай жүрген шығар деп қоямыз. Енді андай ғой, достар болғаннан кейін менің қатарластарым барлығы енді қазір 28-30-30-дан асқан жігіттер ғой барлығы достарымның. Енді үйленіп жатқаннан кейін олардың қатарластары аз да, өзінің ұл жолдас қылып қасына қоятын жігіт жолдас қылып. Енді қалғаны мен ғана екен. Санаулы бойдақтардың ішінде, достарым ішінде қалғанын менмін. Сондықтан да қай бойдақ бірінші үйленіп үлгереді, солардың қатарында енді мен ұл жолдас болуға тура келеді, басқа амал жоқ та. Негізі әр топта сондай бір жігіт бар ғой деймін, иә? Сондай жігіт. Сосын мен бір қызық нәрсе айтайын, біздің ортамызда тағы да бір жігіттер бар. Менен де үлкен жасы олардың. Тіпті қазір мынандай нәрсе бар екен, тойда 35-тен асқан қызметте мансап қуып жүрген жігіттер үйленген кезде енді достары қалмайды екен да. Сөйтеді дегенде ұл жолдасты жалдайды екен. Осы жерде тікелей эфирді пайдаланып жарнама жасама деп отыр. Мәссаған. Жалдайды екен ұл жолдасты. Кәдімгідей гонорарын төлеп. Қайырлы күн, құрметті қазақстандықтар, аяулы қала, әсем қала Алматының төрінен Алматы телеарнасына тікелей эфирде лайв студия телешоу студияда. Яна Габдуллина, мен Әния Байораш, және бүгінгі біздің талқылап отырған тақырыбымыз жар таңдай білеміз бе? Осы тақырыпқа байланысты біздің студияға келген алғашқы қонағымыз актер, тележүргізуші Нұржан Аташ. Нұржан, өзіңе қатысты Инстаграм парақшасына келген сұрақтармен таныстырайын. Бұлжытпай жауап бересің. Айтпақшы, біздің Инстаграмдағы парақшамыз лайв студия, жазылыңыздар, оқырман болыңыздар, және қызықты сұрақтарымен бізді таңғалдырыңыздар. Бір қызды ұнатты делік, Нұржан. Ұнатты ма? Алдымен оны қандай қасиеттермен мән бересің дейді, алдымен қай жеріне көз тастайсың, көзін ұнатасың ба дейді. Мүлдем бірақ дегенінде сенің критерийіңе жақын болмаса дегенінде ұнатып қалдың. Шындығында айтшы осы жерде, Нұржан. Болады ғой, тентек қыздар бірақ ұнап қалады ондай қыздар. Болады. Бірақ андай ғой. Ерке қыздар. Біреулермен дос болған күшті да бір қыздар. Шынымен, ана сіздерде де болады шығар, ер азаматқа айтамайтын нәрсең қызға айта алатын достарың болады. Сол жағынан болуы мүмкін, жаңағыдай тентек достарың ше, қыздардың ішіндегі. Сондай жағынан болмаса, былайынан тентек болып жүр, мен тентек қылып жүрсе бәле ғой. Достық бірақ махаббатпен ұласуы мүмкін, махаббат достықпен ешқашан ұласпайды деген жақсы. Мүмкін дұрыс айтасың. Ал енді қарауға байланысты болса, көзіне қарар едім бірінші. Көзі қандай болу керек? Екеуінің. Тұңғиық болу керек. Тұңғиық болу керек. Батыру керек. Сенің көзің түпсіз терең. Тұңғиықтан жаралған. Мен шығып кетейін ба осы жерден? Отыра берейін ба? Жоқ, әлде шығып кетейін ба? Орындалмас бір арман. Жақсы, Нұржан, ал енді осы күнге дейін сенің талабына сай қыз жоқ па енді? Менің ойымша ол мүмкін емес қой енді. Кішкене ашылсаңшы. Несін айтайын жыласаң. Жоқ, болды ғой, неге болған жоқ. Ғашық болдым, мен 16 жасымда ғашық болдым, ең алғаш рет. Одан кейін бірінші курсымда ғашық болдым. Одан кейін 23-24 жастар бойы шамасын сол кезде ғашық болдым. Бірақ барлығында жауапсыз махаббат болған менде. Тіпті махаббат деп те айтуға аузым бармайды. Неге десеңіз, махаббат деген нәрсені адам қолынан ұстап, жанында жүріп, сол сезімді сезбеген, оны махаббат деп айтқаннан гөрі ғашықтық деп айтқан дұрыс ойдың. Ғашықтық болған. Азапсыз махаббат, арзан махаббат деген де бар. Махаббат 3 бөлімге бөлінеді. Бала махаббат сенің 13 жасыңда, қанша жасың? 16 жасыңда. Шала махаббат бірінші курста,
Үшінші, енді қазір нағыз махаббатты іздеудесің. Іздеудемін. Құдай қаласа, енді тезірек үйлен енді. Ал енді қыздар жақтан мынандай наразылық туындап жатыр екен. Қазіргі жігіттер өз-өздеріне тым ғашық, өз-өздерінің сымбатына қарап, ертелі кеш айнаға қарап, жалпы өз-өздерімен ғана айналысатын жігіттердің қатары өте көбейіп кетті дейді. Осы жағын қалай жорамалдап тұспалдауға болады? Бар шығар, онда жасыра болмайды. Жаңағы бірінші әңгімеміздің басының зардабы ғой бұл. Жаңағы әлеуметтік желі, сол суретке түсу үшін, қазір барлығы бір жақсы сәтті видео жасау үшін, тіпті телевидениедан хабар жоқ адамдарымыз Инстаграмға мына жерде свет жақсы деп түсіретін болды. Көрдіңіз бе? Соның барлығы адамның түр сипатына деген басымырақ көп көңіл бөлуінен ол ер азаматтың тарапында болсын, енді қыз азаматшылығы ол айтпай аяқта белгілі ғой. Ол бар нәрсе, оны жасырсақ та өтірік айтқан болар едік. Ал енді мен өзгелер үшін жауап бергеннен бұрын өзім үшін жауап берейін. Біз бірінші себепте өнер адам болғаннан кейін еріксіз оған қарауымыз керек. Бірақ мына заңдылыққа мен көбінесе сүйеніп отырмын. Ер азаматқа әдемі болу міндетті емес, ер азаматқа ең алдымен ер азамат болу міндетті дейді. Сондықтан да ол мінезбен сипатталады ғой ер азаматтың жалпы сымбаттылығы. Ал қандай іспенен өз махаббатыңды, сезіміңді дәлелдеу керексің қыздарға? Батылдықпен ғана шығар. Батылдық деген не өзің үшін? Бата алатын адам, сен маған ұнайсың, бергеш. Жоқ. Ол батылдық емес, ол орысша айтқанда наглость болып кетеді ғой. Ол некоторые девушки любят наглость. Мысалға Аяна. Нет, я наглых не люблю, я сама потому что наглая. Негізі Евгения Онегиннің жақсы бір сөзі бар ғой. Всегда и во все времена хорошие девушки выбирали каких парней? Плохих парней, да? Нехороших. Және де жақсы сөз бар ғой, Мұхтар Шахановтың сөзі шамасы қателеспесем реніш болмасын. Әдемі қыздарды көргенде ақылды қыздарды аяйым деген. Мінекей, қазірде көбінесе ер азаматтар әдемілігімен басып кетеді де, ақылды қыздар. Әдемі басып кетеді барлығы. Аяна, мен саған осы жайында айтқан болатын, есіңде болса, жалпы психологияда дәлелденген адамның түр сипаты бір көрген кезде вау деуі мүмкін, екі көрген кезде қасындағы досын айтуы мүмкін, қарашы қандай әдемі қыз деп. Үшінші көрген кезде ол заңдылыққа айналады, 6-7-шінде ол үшін ол қалыпты жағдай болып қалады. Психологияда дәлелденген. Ал көрінбейтін сұлулық бар, ол сұлулыққа деген ғашықтық ешқашан да сөнбейді. Ессіз түссіз ғашықтық, яғни соқыр махаббат дегендей болады, иә? Ғашық болған кезде тіпті еш нәрсені естімейсің де, еш нәрсені көрмейсің де, ол деген кәдімгідей бұл махаббат. Бұл ауру махаббат деуге де болады кейде. Ол мұндай махаббаттар меніңше артының зардабы Құдай сақтасын, өте қиын да оның зардабы қиын да Құдай сақтасын. Енді өзің солай құлай сүйіп көрдің ба? Құлай бір ұмыта алмай біраз жылдар бойы деген. Құлай деп айтамын, сәл түсірініп сүйіп көргенмін. Нұржан, қалай ойлайсың? Қазіргі таңда қыздар жігіттерге, ал жігіттер қыздарға не нәрсені көбірек дәлелдеуде? Қызық сұрақ, Иә, дұрыс айтады. Өте жақсы. Қызық сұрақ, қыздар жігіттерге, жігіттер қыздарға нені дәлелдеуде дейсіз бе? Бір ғана менің өзімнің жиі еститін сөзім, жігіттердің, достарының тарапынан неге үйленбей жүрсің десе, қыз жоқ дейді. Қыздардан сұрасаң, жігіт жоқ дейді, бір-біріне соның жоқтығын дәлелдеп жүрген сияқты бәрі. Жоқтығын дәлелдеу дейсің. Немесе қазір әрбір адам қызда жігітте өз-өзін тым аса мақтайды, немесе өз-өзін аса қатты жақсы көремін деп ойлап қалады. Солға батырды бәрекелді өлтіреді. Сондай қарашы, бұрыннан енді бағзы заманнан келе жатқан жақсы мақалға 30-да ордаз болсаң, 40-та қырға салмайсың дейді, иә? Осы мақал қазіргі заманға сай кішкене ескіріп кеткен сияқты ма? Қалай ойлайсың? 30-да орданы бұзатын жігіттер өте көп. Енді дұрыс шынымен де бұл тек қазір мысалға сен жасың 30-ға келіп қалды. Шығармашылығында 28-де. 2 жыл бар ма қойсаңшы? Енді, жарайды, 2 жыл бар деп. Әнеке жігіттер көрдің ба қалай? Бұрын деген керісінше жасты қосып берсен, жігіттер деген кереметтей болып күшленетін. Ал қазір ал шығармашылығында талай жетістіктерге жетіп жатырсың. Оның бәрі енді бұл тек енді бастамасы ғана деп айтайық, дегенмен де мысалға әлі үйленбей жүрсің. Үйленбей қойды. Жоқ, үйленсін деген қалжың ғой. Нұржан екеуміз дос болғаннан кейін қалжыңдасамыз. Қысқа да нұсқа мен үйдің жалғыз ұлымын. Менің ата-анам бар, Аллаға шүкір. Ағайын туысым бар, әулетім бар. Одан кейін араласатын өнер дейтін ортам бар. Одан қалда басқа да сыйласып жүрген ағаларым бар. Осы өнер ақыл тапқан, бірақ өнерге ешқандай қатысы жоқ. Ал енді қараңыз, менің отбасыма келетін қызға қандай талап қойылады?
бірақ бірінші мен сол талапқа өзім сайын ма деген екінші сұрақ қойылады. Мен қазір факторларды айтып жатырмын да, жай ғана. Ал мен қызды кездестірген кезде сезімнен бұрын кішкене болсын сол факторларға жүгіне бастаймын. Бұл маған сай келе ма? Ең болмаса 50%-ға менің мінездеріме, яғни өзімнің басқа нәрсені айтып тұрған жоқпын. Жаңағыдай бір мансап болсын, қазір жеткен қандай да бір азды көпті жетістік емес. Екінші бұл менің әке-шешемнің қас-қабағына қарай ала ма? Үшінші менің өнер деп тапқан ортамда лайық жар болып сол өнерде осы күнге дейін жинаған азды көпті абыройымдармен қарай істей ала ма? Төртінші менің тапқан осыған дейінгі ағаларым бар, әулеттерім. Көрдіңіз ба қандай қиын бұл? Иә, өте қиын және де біздің уақыт шектеулі, бұл тікелей эфир. Нұржан, міндетті түрде студиядан шығып тағы да осы тақырыпты қозғайтын боламыз. Ал бізде қазір Лев Мариупольский, біздің журналист, қала тұрғындарына қандай сұрақтар дайындады екен? Кім тапқыр айдарында білеміз. Нұржан, саған үлкен рахмет. Сіздерге рахмет.